Сәлем достар, бүгін мен сіздермен духовкада өте дәмді қаттама жасаймыз. Бізге ең алдымен сары ағашты аламыз. Керекті мөлшерін құйып, оның үстіне сары май салып, тұз, дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз да, үстіне ұнымызды салып, қолға жабыспайтын қамыр илеп шығамыз. Жақсылап илеп, иін қандырып аламыз. Қамырымызды илеп алған соң 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды 3 бөлікке бөліп, жайып шығамыз. Жұқа етіп жайып алыңыздар. Дәл осы илеген қамырдан 3 қаттама шығады. Егер кішірек жасайтын болсаңыздар, 6 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Жайып алған соң ортасына сары май жағып, видеодағындай орап шығамыз. Қатты қысып ораудың қажеті жоқ. Орап болған соң осылай дөңгелектеп, зуалай етіп орап аламыз да, пакетке салып, холодильникке салып қоямыз. Болмаса, қазір пісіретін болсаңыздар, 5-10 минутқа морозилкаға салып алсаңыздар да болады. Холодильниктегі қамырымызды алып, кез келген уақытта видеодағындай жайып, пісіріп алсаңыздар болады. Осы жайылған қамырымызды табанның астын майлап алып, сары маймен қамырымызды салып, духовкада 15-20 минутта беті қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен қаттамамызды осылай сары майды жағып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, қатпарлы, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберіп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағыда қандай видео көргілеріңіз келетінін комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.